Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өзімнің заказ қабылдап, ақша тауып жүрген куриный пирог рецептімен бөлісемін. Мен бұл рецепттердің барлығын сатып алғанмын. Сіздерге тегін мастер-класс десем де болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен пирогқа қажетті заттарды осылай дайындап аламыз. Қай затты неше мөлшерде қосу керектігін әдеттегідей описание бөліміне жазып кеттім. Бірінші ұнымызды салып, қопсытқыш қосып, араластырып аламыз. Сосын сары май қосып, қолымызбен осылай араластырамыз. Осындай сұйық болғанша араластыру қажет. Енді жаңағы ұнымызға қосамыз. Міне қамыры дайын, ауа өтпестей етіп орап, тоңазытқышқа 20-30 минутқа саламыз. Енді пирогқа қосатын салманы дайындаймыз. Туралған тауық етіне пиязды ұсақтап турап саламыз. Оған картоп қосамыз. Сұйық май, тұз, бұрыш қосып, барлығын араластырамыз. Қыздар, мен өз каналымдағы рецепттердің барлығын сатып алғанмын, сондықтан ойланбай жасап көруге кеңес беремін. Міне салмамыз дайын, осылай шықты. Енді қамырымызды жайып ішіне саламыз. Қамырымызды да тоңазытқыштан алып, 2 бөлікке бөліп аламыз, жеке-жеке жайып шығамыз. Міне қамырымыздың алғашқы бөлігін пергамент қағазына қойып, ішіне салмасын саламыз. Барлығын біркелкі етіп, жайып, салып алдық. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Шеттерін біріктіріп шығамыз. Міне барлығын біріктіріп шықтық. Енді үстін осылай вилкамен тесіп шығамыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-40 минутқа саламыз.